Керемет, тағы да қайта аласыз? Әрине. Эспрессо, американо, лонго, макиато, айриш. Сіздер мені португалша сөйлеп кетті деп отырған боларсыздар. Өкінішке қарай, олай емес. Бұл кофе атаулары. Бір ғана кофе ағашының дәнінен жасалатын сусынның мұндай танымалдығына не себеп? Анықтап көрейік. 1 миллиард 600 миллион шынаяқ. Бұл әлем бойынша бір күнде ішілетін кофенің мөлшері. Яғни бір жылда 500 миллион шынаяқ. Родиной кофе считается Эфиопия. Правдоподобные легенды о кофе. Первый из них шейх Омар. Он производил научно-исследовательские работы и наткнулся на такой вид, как дерево кофе. В то время они не знали еще, что это такое. И изначально оно предполагалось как лечение от головной боли и несварения желудка. Сонымен кофе сергіктік сыйлайды. Бұл ең көп таралған сипаттама. Расында, кофенің құрамында табиғи кофеин бар. Ал ол адамның назарын қырағылығын қалыптастырып, көңіл күйді көтереді. Ғалымдармен дәлелденген. Қант диабеті, бауыр аурулары, рак, цирроз және Паркинсон дерті. Соңғы уақыттарда осы аталған аурулардың алдын алуда кофенің пайдасы туралы көптеген ғылыми еңбектер жазылуда. Тіпті дұрыс дайындалған кофе демікпені басуда көмектеседі екен. Кофеин сонымен қатар тәбетті басады және калорий шығынын тездетеді. Егер күніне 6 шынаяқ кофе ішсеңіз, артық салмағыңыз 20%-ға жылдамырақ тарайтын болады. Мұны төмен калориялы диета немесе жағымды физикалық жүктеме деп те атауға болады. Ал әлемдегі ең қымбат кофенің лемур, маймыл, піл және жарғанаттардың тезегінен жасалатынын білдіңіз бе? Ондай кофелердің 450 граммы $175, яғни шамамен 61 мың теңгедей тұрады. Иә, мұндай сұрыптағы кофенің ең танымалы Kopi Luwak деп аталады. Ол индонезиялық кофе. Kopi Luwakты әзірлеуде адамдарға мусанг деген жануар көмектеседі. Жануар тезегінен кофе жасауда аңдардың адамдарға қарағанда жоғары сапалы, әрі дәмді кофе дәнін таңдай білу қасиеті себеп екен.